Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін таңғы асқа сүтпен, йогуртпен ішуге болатын граноланы жасайтын боламыз. Алдымен сары майды ертіп аламыз. Сары майдың майлығы 80%-дан жоғары болу қажет, және де орташа газда осылай араластыра отырып, сары майды ертіп аламыз. Описание бөлімінде барлық ингредиенттері жазулы тұр, сол бөлімге өтіп қарасаңыздар болады. Еріген сары майды енді оттан алатын боламыз. Келесі кезекте балды қосамыз. Бал бізде кәдімгідей табиғи бал болғаны жақсы. Сол кезде біздің граноламыздың қазір дәмі ерекше дәмді болып шығады. Сонымен қатар ыстық сүтпен араластырған кезде де табиғи бал болса, дәмі ерекше болып тұратын болады. Келесі кезекте корицаны қосамыз. Корицаны кез келген дүкендерден сатып алсаңыздар болады. Бағасы да өте қол жетімді. Корица гранолаға ерекше дәм беретін болады. Және де қазір біз бұны барлығын пешке салған кезде корицаның иісі шығып, дәмі енді қыздар сөзсіз жеткізуге келмейді. Ерекше дәмді болып табылады. Енді сұлы жармасын қосатын боламыз. Сұлы жармасының тек қана өзі қосылған жарманы пайдалануға кеңес беремін. Міндетті түрде қараңыздар. Өйткені кей кездері сұлы жармасына басқа да жармалар қосылады. Бірақ та гранолаға бізге тек қана сұлы жармасы қажет болады. 180 градуста пешімізді қыздырып бастаймыз. Енді пергамент төселген қағазға барлығын бір текті етіп осылай жайып, 180 градуста 30 минут пісіріп алатын боламыз. Бетін қаттырақ осылай басып, жайып шығамыз. Біздің граноламыз піскенше енді орехтерді кесіп аламыз. Кез келген орехті пайдалануға болады. Нақты бір орех деген жоқ. Негізі жаңғақ болса керемет дәмді болады. Менде үйде миндаль болды, арахис және де осы күнжіт қосылған осында орех болды. Барлығын ұсақтап турап аламыз. Граноланы пісірген кездегі ең басты ескеретін жайт 5-6 минут сайын қыздар осылай шет жақтарын ортасына қарай араластырып отырамыз. Сол кезде барлық гранола бізде бір текті болып пісетін болады. Өйткені әркімнің пеші әртүрлі, кейбіреулерінде қатты болғандықтан шет жақтарын күйдіріп жібереді. Сол себепті араластырып отырамыз. Мінекей 30 минут өтті, граноларымыз дайын болды. Енді оған манағы ұсақтап туралған арахистерді қосып араластырамыз. Өзіңізге ұнайтын шоколадтан да қосуға кеңес беремін. Барлығын араластырып, граноламызды бірден табаға салмаймыз пакеттерге, жақсылатып бөлме температурасында суытып аламыз. Одан кейін барып банкаларға салып қойсаңыздар болады. Қыздар, рецепт ұнап жатса лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Каналымда сонымен қатар әртүрлі қарапайым рецептермен таныс бола аласыздар. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.